Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін сіздерге түскі немесе кешкі асқа әзірленетін өте оп-оңай Barilla макарондарынан жасалған тойымды тағамды ұсынатын боламын. Бізге алдымен тауық еті, шампиньон, пармезан сыры және Barilla макароны және сливки қажет болады. Алдымен тауық етін жұқалап турап алдым. Одан кейін шампиньондарды турап алдым. Одан кейін сырды ортасынан бөліп, шамамен бізге 200-300 граммдай сыр қажет болады. Бұл сыр қатты сыр, тағамға қосқанда өте жақсы дәм береді. Сырды үкіштен өткізіп аламын. Барлығын осылай дайындап алдым. Сіздерге Barilla макаронын көрсететін боламын. Міне осындай макарондар, басқа түрін алсаңыз да болады. Табаға сармайды салып, азғана сармайды, тауықтың етін жақсылап қуырып аламыз. Бұл тауықтың еті өте тез піседі және өте жұмсақ болып піседі. Осылай жақсылап ет піскенше қуырып аламыз. Астын араластырып тұрамыз, жабысып қалмас үшін. Бір әрі кетсе 5 минуттай қуыратын боламыз. Одан кейін үстіне шампиньондарымызды саламыз да, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Суды қайнатып қоямыз. Суымызға макарондарымызды саламыз. Макарон өте тез піседі. 5 минуттың ішінде жұмсақ болып піседі. Енді осы қуырылған ет пен шампиньонның үстіне сливкимізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне сырымыздың жартысын саламыз. Жақсылап тағы да араластырып алатын боламын. Бұл жерде қатты қайнап жатыр, сондықтан астын басамыз. Енді макарондарымызды түсіріп аламыз. Түсіріп алғаннан кейін астын үстіне қарай бір араластырып, мен кішкене тағы да сливки құйдым. Сливки азаңда болған екен. Содан кейін жақсылап араластырып, асын сөндіріп, бір 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Енді дастарханға ұсына беруге болады. Бір араластырып алып, дастарханға ұсынатын кезде бетіне сырды себуді ұмытпаңыз. Өте дәмді болады, жасап көріңіз. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар.